Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге чебуректердің рецебімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, сұйық май, ыссы қайнаған су және де тұз қажет болады. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды салып, осылай үлкен қасығымыздың көмегімен бұлғалай отыра суымызды құямыз. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап қасығымызбен араластырып аламыз. Өйткені бізде су ыссы болғандықтан мен осындай үлкен ас қасықпен ең әуелі араластырып аламын. Кішкене қасығымызбен араластырып алғаннан кейін біздер қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Барлығын біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осының бетін жауып, бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, 3 дана жуа және де су, тұз, бұрыш қажет болады. Жуамызды видеодадай осылай уақтап турап аламыз. Уақ етіп турағанымыз жақсы. Барлық жуамды осы фаршымның үстіне салып аламын. Енді 1 шай қасықтан тұз бұрышымды саламын. Енді осының үстіне сочный болу үшін суымызды құямыз және де қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Үстеліміздің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды осының үстіне жайғастырамыз. Енді осылай видеодадай алақанымыздың көмегімен қамырымызды колбаска тәріздес ретінде осылай екі жақ қарай алақаныммен соза бастаймын. Созылғаннан кейін өзіме ыңғайлы болу үшін осы қамырымды екіге бөлемін. Екіге бөлгеннен кейін бір-бірден осылай тағы да алақанымның көмегімен екі жақ қарай созамын. Енді осыны бірнеше бөлікке бөлеміз. Енді осының әрқайсысын шар тәріздес қылып, осылай видеодадай жасасаңыздар өздеріңізге ыңғайлы. Барлығын шар тәріздес қылып жасап шығамын. Неке қамырымызды осылай дайындап алдық. Енді үстеліміздің үстіне кішкене ұн сеуіп, бір қамырымызды алып, осылай саусағымыздың көмегімен бірінші осылай басып аламыз. Және де жұп-жұқа етіп оқтауымыздың көмегімен осылай жазып шығамыз. Бұдан менде үлкен чебуректер шығады. Егер де кішкентай чебуректер қылғыңыз келсе, әдемі қылдырып бірдей қылғыңыз келсе, онда сіздер арнайы весы пайдалана отыра, осылай өлшеп 30 граммнан кішкентай чебуректер шығады, ал үлкен чебуректер 60 граммнан болады. Менде шамамен бұл жерде 60 грамдық қамыр бар. Бұл жерде менде үлкен чебурек шығады. Енді осының үстіне мен осылай үлкен ас қасықпен толтырып, осы фаршымды салып аламын. Және де осы видеодадай осылай жауып, ең әуелі саусақтарымыздың көмегімізбен осылай басып шығамыз. Содан соң осы вилкамның көмегімен осылай әсемдеп жандарын басып шығамын. Сол кезде әдемі менде чебуректер шығады. Неке дайын болды. Бұл менде үлкен чебурек. Ал егер де кішкентай чебурек қылғыңыз келсе, осылай видеодадай, мен осыны екіге бөлемін. Осы шар тәріздес бір қамырымды екіге бөліп, қайтадан алақанның көмегімен шар тәріздес қылып, енді осыны жазып, кішкентай шай қасықпен фаршымызды салып шығамыз қамырымыздың ортасына. Қамырымызға фаршты салған кезде қасықпен бастырып
жұқалтай қылып саламыз. Өйткені фаршымыз піспей қалуы мүмкін, сондықтан қасығымызбен осылай бастырып шеттеріне қарай жібермейміз. Өйткені қамырымыз жабыспай қалуы мүмкін. Мінекей осылай салып шыққаннан кейін қамырымызды осылай жауып, кейін тағы да осылай үстінен басып жібереміз. Және де шеттерін осылай саусағымыздың көмегімен бастырып, вилкамызбен әдемілеп осылай суретімізді салып шығамыз. Мінекей әдемі чебуректеріміз дайын болды. Табамызды отымызға қойып, сұйық майымызды осының үстіне молдау құйып аламыз. Және де қатты осы майымызды қыздырамыз. Қызған майымызға чебуректерімізді салып, осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Және де мен осылай вилкамның көмегімен майдан алған кезде осылай сорықтырып аламын. Тарелкамның үстіне салфетка төсеп, осы чебуректерімді осының үстіне салып аламын. Сонда салфеткамыз артық майды өзіне сіңіріп алады. Барлық чебуректерімізді осылай қызартып пісіріп аламыз. Мінекей чебуректеріміз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шығады, ал ішіндегі начинкасы өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жақындарыңызды қуантып, дайындап көруге кеңес беремін. Қош сау болыңыздар.